Түркістан облысында өз әкесін соққыға жығып, өліміне себепкер болған 41 жастағы Алмас Садықбаевқа қатысты сот процесі аяқталуға жақын. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Мемлекеттік айыптаушы айыпталушыны 6 жылдан астам уақытқа бас бостандығынан айыруды сұрады. Сот залында Алмас Садықбаев істеген ісіне өкініп, көз жасына ерік берді. Ол отбасындағы жалғыз асыраушы екенін алға тартып, төмендегідей пікір білдірді. Кешірім өтінемін. Қазір ұяттан басымды көтере алмаймын. Өзім де не болғанын білмеймін. Есімнен адастым. Соттан жазамды жеңілдетуді сұраймын. Кәмелетке толмаған балаларым бар. Әйелім жұмыс істемейді. Отбасындағы жалғыз асыраушымын, деді ол. Прокурор соттан айыпталушыны 6 жыл 2 айға түрмеге жабуды және қосымша айыппұл салуды талап етті. Қадірлі көрермендер, менің ойымша бұл оқиға қай жағынан алсаң да ауыр әрі жанға бататын жағдай. Әкені ұрып, арты қайғылы өліммен аяқталуы ешбір ақтауға сыймайтын қасірет. Сотта айыпталушының жылап, кешірім сұрауы адам ретінде өкініш сезімін тудырғанымен, болған іске жүрек бәрібір сыздайды. Әке өмір сыйлаған, тәрбие берген адам. Ал ондай қадам бүкіл отбасының тағдырын бір сәтте өзгертіп жіберді. Бұл жерде бір ғана адамның емес, балаларының, жарының, марқұм әкенің артында қалған жақындарының да өмірі күрт қиындап отыр. Осындай жағдайлар қоғамға үлкен сабақ болуы керек шығар. Ашу мен ашыққан көңілге ерік беру, тұрмыстық жанжалдың ушығуы қайғылы салдарға алып келетініне тағы бір дәлел. Заң бәріне бірдей. Бірақ әділ шешім шығарғанда адамның тағдыры да ескерілсе екен дейсің. Бұл іс ешкімді қуантпайды, тек ойландыруы тиіс. Отбасындағы сыйластық, сабыр мен жауапкершілік қаншалықты маңызды екенін осындай қайғылы оқиғалар арқылы емес, алдын ала түсінсек екен деген тілек қана қалады.